Сәлем достар, сендермен бірге Кәусар. Бүгін біз менің жиен әпкемнің туылған күніне арнап тәтті торт пісіретін боламыз. Сендерге ең алдымен торттың құрамын дайындауды үйретейін. Ол үшін бізге 200 грамм сары май, 200 грамм қант және де 3 жұмыртқа, 2 ас қасық бал, ас содасы қажет болады. Ал кремге 400 грамм қаймақ, 200 грамм қант қажет болады. Ал ендеше бастайық. Мен арнайы осылай торттың құрамын дайындап қойдық. Және жаңа айтқан заттарымыздан қамыр дайындап аламыз. Ол қамырға ванилин қосамыз. Қамырды тоңазытқышқа салып аламыз. Міне осылай қамыр дайындалды. Біз оны мынандай пішімге дайындадық. Ал ендеше оны шанышқымен кесіп, былай кесіп шығамыз. Қатты батырып кесуге болмайды. Достар, міне біз қамырымызды тесіп, бітіп қалдық. Ал енді ыстық пешке саламыз. Ол қамырымыз ыстық пеште 2 минуттың арасында пісіп қалады. Достар, біздің тәтті күлшелеріміз де пісіп қалды. Ендеше біз оларға мынадай тәтті кремімізді жағамыз. 4 қасықтай құясыңдар. Бәрінің үстіне осылай жағып шығамыз. Достар, міне мен барлық қабаттарына жағып біттім. Енді мынадай қиқымдарды үстіне себелейміз. Мұндай қиқымдарды торттан қалған бөліктерден алса болады. Жақсылап әр жерге себелейміз. Достар, міне мен себелеп біттім. Мадина әпкем 11-ге толғандықтан 11 санын жаздым. Ал енді бұлай шеттерін безендіріп жатырмын. Достар, осылай безендіріп, әдемі қылып істейсіңдер. Мынадай домалақ тәтті кәмпиттеріміз түрлі түсті болғанда әдемі болады. Бұл жолы мен бір түстісін алдым. Достар, менің тортым әпкемнің көңіліне шығатынына мен сенімдімін. Оны ертең көреміз. Астарың дәмді болсын. Мадина, туған күніңмен. Сау болыңдар, достар. Келесі кезде